Алдағы келе жатқан қазақтың ұлттық мейрамы Наурыз мейрамына осындай ұсақ бауырсақ дайындағыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеле отырыңыздар. Бүгін сіздерге осы ұсақ бауырсақтың екі түрлі әдісін көрсетемін. Бірінші жаңағы домалақ етіп кесу және осындай ұзыншақ етіп кесу. Ең алдымен бізге 130 грамм тоң май және 30 грамм сары майды қосып, баяу отта ерітеміз. Майымыз ергенше біз басқа ыдысқа бір жұмыртқа, үстіне 120 грамм қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасықтан астам тұз қосамыз және жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Осы заттарды жақсылап араластырамыз. Венчикпен немесе осындай қарапайым шанышқының көмегімен араластыруға болады. Үстіне бірден барлық ұнымызды, менде 1 килограмм 300 грамм ұнды бірақ саламыз. Оның үстіне еріп тұрған ыстық майымызды құямыз. Майымыз ыстық болғандықтан суымызды ыстықтау болуы тиіс. Егерде суыңыз салқын болса, онда майымыз қатып қалады да, жаңағы қамыр илегенде кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан ыстықтау суымызды қосып, абайлап, қолдарыңызды күйдіріп алмай, біртіндеп араластырамыз. Осылай шетінегі ұндарды жаңағы майдың бетіне жаба отыра араластырып аламыз. Біздегі тоң май өте тез қатады, сондықтан жылдамырақ илеуге тырысамыз қамырды. Себебі майымыз қатып қалса, жаңағы қамырымызды илеуге келмей қалады. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осындай қаттылау келген қамыр иленеді, себебі бауырсақ кесуге ыңғайлы болғаны жақсы. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 30 минут бетін жауып, кішкене тындырып аламыз. Енді міне қамырымыз кішкене қатқан, оны 4 бөлікке бөліп, осындай домалақтап, тағы да бір кішкене 15 минуттай тындырып қоямыз. Қамырымыз кеуіп кетпес үшін бетін жауып қоямыз, немесе целлофанға салып қойсаңыздар болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды, енді жаюға кірісеміз. Ешқандай ұн сеппейміз, себебі қамырдың құрамында тоң май болғандықтан, ол кішкене қаттырақ келген құрғақтау қамыр болады. Кескенге де ыңғайлы болады. Міне қалыңдығы осындай кішкене қалыңдау болып жаямыз. Екі қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Қалыңдау қамырымыздан жаңағы домалақ пішінді бауырсақ дайындаймыз, ал жұқалау қамырымыздан, жаймамыздан, одан жіңішке жаңағы ши бауырсақ дайындаймыз. Енді осылай кесіп алдық. Кішкене осылай қырларын дөңгелектеп жіберсеңіздер болады, формасы әдемі шығу үшін. Немесе олай жасамай-ақ пісірсеңіздер де болады, уақыт алмас үшін. Міне осылай кесіп алдық. Кескенге өте ыңғайлы, қолға жабыспайды. Міне осындай әдемі бауырсақтарымыз дайын болды. Енді ұзыншақ етіп кесетін боламыз. Ол үшін қамырымыз жаңағы айтқандай кішкене жұқалау болу керек. Сонда бауырсақтарымыз әдемі шығады. Осындай бөліктерге бөлеміз. Жіңішкелеп кесіп алдық. Осы сәттерде кесіп жатқан беттен майымызды қыздырып қоямыз. Майымыз қызып тұрғаннан кейін жаңағы бір тарелка көлемінде бауырсақтарымызды салып пісіріп аламыз. Сәл қызартып пісіріп алсаңыздар жақсы. Қатты отта пісіретін боламыз. Әбден осылай араластырып,
сапырып отырамыз. Сонда бауырсақтарымыз күйіп кетпей әдемі піседі. Ұзыншақ бауырсақтарымызды пісірдік. Біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді, әсіресе балалар өте жақсы көріп жейді. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.